Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Майра Салтбекқызы, Келінка Майра Құлан парақшасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз қазіргі таңда сәнге айналған дастарханның көркін ашатын керемет рулет жасап үйренетін боламыз. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Өте жасалу жолы өте оңай, әрі қолжетімді заттардан жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге керекті заттар сыр, жұмыртқа және майонез, осындай терка және де ұн, краситель қажет болады. Сырымызды үккіштен ең майда жағынан өткізіп алатын боламыз. Өте майда болу қажет, ол міндетті. Оның үстіне жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Және майонезімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Керекті мөлшерде красителімізді қосатын боламыз. Немесе сары түс беретін куркума қоссаңыздар да болады. Енді ұнымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұз саламыз және де араластырамыз. Пергамент төселген қағазымызды табамызды дайындап аламыз. Соның үстіне барлық тестамызды құйып, осылай бір тегіс қылып жайып шығамыз. градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің рулетіміздің тестасы дайын болды. Енді ыстық күйінде орап қоятын боламыз. Ортасына салатын салмамыз дайындаймыз. Фаршымыз дайын. Енді пиязымызды майдалап тұрып турап аламыз. Майда қылып турап фаршымызға қосатын боламыз. Майда болып тураған пиязымызды фарштың үстіне салып, оның үстіне тұзымызды салып керекті мөлшерде және де қара бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Және орап қойған рулетімізді ашамыз. Пергамент қағазынан осылай екі жағын ашып босатып қоятын боламыз. Және де фаршымызға жұмыртқаны араластырып, осылай жұмыртқаны саламыз үстіне, жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршымызды осылай ортасына бір тегіс етіп жайып шығамыз. Мінекей бір тегіс етіп жайып алдық. Енді әдемілеп ақырындап орайтын боламыз. Енді осы рулетімізді фольгаға жақсылап ораймыз. Және де екі жағын конфетик сияқты орап, осылай бекітетін боламыз. Табамызға салып, оның үстіне жарты кружка суымызды құйып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз. 30-35 минутта піседі. Мінекей біздің рулетіміз пісті, өте дәмді болып шықты. Оны фольгасынан босатып, жақсылап суытамыз. Ол суығаннан кейін пищевой пленкаға осылай орап, кем дегенде 2 сағатқа мұздатқышқа қоятын боламыз.
одан кейін кесе беруге болады. Дәл осы рецепт ұнаған болса, сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте мінсіз болып шығады, өте дәмді болып шығады. Сау болыңыздар.